Сәлем, құрметті оқырмандар, мен Мырзам Сейтвайдана, Жезқазған қаласы Мұхтар Әуезов кітапханасының тұрақты оқырманымын. Және қазір елімізде болып жатқан жайсыз оқиғаларға байланысты, жайсыз жайттарға байланысты біз барлығымыз отбасымызбен үйдеміз, және біз үйде болсақ та кітапханамен байланысымызды еш үзген емеспіз. Қазіргі таңда мен де, үйдегі атам да, әжем де барлығымыз кітап оқимыз, газет, журнал оқып, өз ой-өрісімізді дамытып отырамыз. Қазіргі таңда мен Шерхан Мұртазаның «Соғыстың соңғы жесірі» деген кітабын оқудамын. Бұл кітапты оқуға барлықтарыңызға кеңес беремін. Өте керемет, мағынасы өте терең кітап. Бұл туынды соғыс жылдарындағы өшпес махаббатты, ерлікті, батылдықты және де үзілмес үмітті бейнелейді. Бұл кітапта Хадиша деген апа өзінің жұбайы Мақсұтты 60 жыл бойы күтеді. Және жұбайым аман-есен келеді деп сенімін бір сәтке де жоғалтпайды. Құрметті оқырмандар, барлықтарыңызды келе жатқан ұлы жеңістің 75 жылдығымен құттықтаймыз. Отбасыларыңызбен бірге болыңыздар. Ауырмаңыздар. Кітап оқыңыздар. Біз біргеміз, біз үйдеміз.